Қайырлы күн, қадірменді өнер сүйер қауым. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған «Асқақтай бер айбынды Қазақстан» атты өлең оқу челленджін Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінен құрметпен қабыл алдық. Мұқағали Мақатаев, 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші, отан деген. Кім мықты десе біреу, отан дерем. От сөнген жалғанда жамбарсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Түтін түтет, өз өрбі көгере бер. Немерелер көбейсін, шөберелер. Жадыңа ұста, жақсылық күтпегейсің. От емес, оқ сұрасаң менен егер. 3 бірдей бақытым бар алақанда. Мені мұндай бақыттар жаратар ма? 3 күн нұрын төгетін аспанымда. Атырау, Алтай арқа, Алатауға. Аталған челленджді қалалық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің нөмір 3-ші көпшілік кітапханасына жолдаймын.